Кек. Күздің салқын кеші. Таудан ескен жел денеңді қарып, өн бойыңды мұздатып жіберердей. Бүгін оқуынан кеш шыққан Әсемай асыға аялдамаға қарай жүгіруде. Елмен бірге жанталаса автобусқа әрең мінген қыз екі аяқтап тұру мүмкін емес, көпшіліктің арасында әрең сыйып тұр. Бұл күй автобустағы ешкімге де ұнап тұрмаса да, үйлеріне асыққан жандар амалсыз шыдап тұрғандай. Дегенмен күні бойы шаршаулары шығып, мына кептелісте жүйкелеріне әбден тиген жандар ашуланып, байқаусызда аяғын басқан, қолын тартқан жанмен ұрса кетуге дайын тұрғандай. Ту, аяғыңызды байқасаңызшы, бастыңыз ғой. Енді қалай тұрамын? Аспанда ұшпайтын шығармын. Мына мінгендер кіріп сыймай жатырмыз, деп екіншісі де сіркесі су көтермей тұрғанын сездіргендей. Күнделікті үйренген кептелісімен мұндай ұрыс-керіске мән бергісі келмеген Әсемай амалдап терезеге жақын жерге тұрып алды да, бар ойын Алматының кешкі әсем көрінісін тамашалап жолын жалғастырды. Автобус соңғы аялдамасына жақындай түскен сайын іштегілер де азайып, отыратын орындар босап қалды. Ең соңғы аялдамаға дейін баратын ару асықпай соңғы орынға жайғасып, терезеге сүйене көзі ілініп бара жатты. Бүгін таңнан бері диплом алды практикасының құжаттарымен ары-бері шапқылап жүріп, әбден діңкесі құрған қыз тез ұйқыға да кетті. Өзіне қадалып қарап тұрған көзқарасты сезгендей, жағымсыз күйде көзін ашқан Әсемай расында өзінен көз алмай отырған жүзі суық жігітке назар ауды. Суық көзқарасынан бойы бірден мұздап сала берген қыз жан-жағына қарап, өзіне қорған болар жанды іздердей. Қою қараңғылық өз күшіне де енгендей. Соңғы аялдамаға келіп тоқтаған автобус ішінен санаулы адам түсті. Алматының шетіндегі ауылда тұратын қыз ешқашан бұлай кеш қалып көрмеген еді. Салқын самал әсерінен бойы да тоңып, жылдам қадам басқан қыз аяқ алысын тездетіп үйіне қарай асықты. Жүрегі де дүрсілдей жан-жағына қарап сақ келе жатыр. Жарық көшемен жүріп, өз үйіне қарай бұрылған сәтте жарық та аяқталып, қараңғылау көшеге түсті. Әр жерден шыққан көше иттерінің дауысы да әбден дегбірін алып барады. Қорқынышы сәт сайын артқан қыз қолы дірілдей телефонын ала, үйдегілерге қоңырау шала бастады. Жеңгесі де алаңдап, ағасын алдынан жіберген екен. Жеңге, біртүрлі қорқып тұрмын, өтініш телефонды сөндірмеңізші, сізбен сөйлесіп үйге де жетіп алайын. Бұлай кеш жүрмеуші едің ғой, ағаң қатты алаңдап отыр, жаңа телефон соққан едік, алмадың.